Біріңізге және сақ болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 38 градусқа дейін ыстық болады. Қазақстанның кей өңірінде күн 38 градусқа дейін көтеріледі. Қазгидромет 2025 жылы 20-21 және 22 мамырға арналған болжамға сәйкес республика бойынша ауа температурасының тез көтерілуі күтілуде. Бірақ жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Сонымен күн күркіреп, бұршақ жауып, екпінді жел бұрқасын күтіледі. Тек шығыста 20-21 мамырда еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік шығысында ауа райы құрғақ болады деп болжануда. 20 мамырда түнде батыс Қазақстанда, 22 мамырда күндіз Ақтөбе облысында қатты жаңбыр жауады. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік шығысында шаңды дауыл соғады деп күтілуде. Республиканың оңтүстік батысында және шығысында тұман түседі. Республиканың батысында және солтүстік батысында күндізгі ауа температурасы +18-28 градустан 15-25 градусқа дейін төмендейді. Республиканың солтүстігінде күндіз +20-26 градустан +20-29 градусқа дейін көтеріледі. Орталықта елдің шығысында +20-28 градустан 22-33 градусқа дейін көтеріледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.